депутаттар мен сессияға қатысушылар, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 10-шы бабына сәйкес Шиелі аудандық мәслихатының кезектен тыс 46-шы сессиясы шақырылып отыр. Сессияға аудандық мәслихаттың 14 депутатынан 10 депутат қатысып, 4 депутат дәлелді себептермен қатыса алмауда. Сессияға қатысып отырған депутаттар саны аудандық мәслихат депутаттарының жалпы санының 3-тен 2-сінен кем емес болғандықтан, сессияны ашуға заңдық негіз бар. Құрметті депутаттар, сессияны ашу жөнінде қандай ұсыныстар болады? Сессия ашылсын деген ұсынысты, егер өзге ұсыныс болмаса, онда осы ұсынысты дауысқа қоямын. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 46-шы сессиясы ашылсын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, сессияны ашу келісілді. Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 11-ші бабына сәйкес аудандық мәслихаттың кезектен тыс 46-шы сессиясын ашық деп жариялаймын. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 46-шы сессиясына аудан әкімі Айтбай Насрединұлы, мәслихат аппараты, аудандық бөлім басшылары қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сессия алдында өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында сессияның күн тәртібіне ұсынылған 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджетті бекіту туралы аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 19 желтоқсандағы нөмірі 38-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе қаралған болатын. Сессияның күн тәртібі қолдарыңызда бар. Соған орай күн тәртібін дауысқа қоямын. Бекітілсін деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессия жұмысы осы бекітілген күн тәртібі бойынша және аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес жүргізілетінін естеріңізге саламын. Құрметті әріптестер, енді сессия жұмысына кірісеміз. Күн тәртібіндегі 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджетті бекіту туралы аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 19 желтоқсандағы нөмірі 38-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Маратжан Асқарбекұлына беріледі. Құрметті Айтбай Насрединұлы, құрметті Мұрат Өскенбайұлы, құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасының бюджет кодексінің 98-ші бабына сәйкес аудандық бюджетте өзгерістер енгізілуде. Облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен Шиелі кенті Абай көшесі 28-ші үйде орналасқан спорт кешенінің күрделі жөндеуге 129 миллион 891 мың теңге қаралды. Аудандық бюджетке ішінара өзгерістер енгізілуде. Экономика және қаржы бөлімінен жергілікті атқарушы органның резервінен 143 миллион 438 мың теңге шегерілуде. Дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімінен орталық стадионның күрделі жөндеуден 170 миллион 940 мың теңге, барлығы 314 миллион 378 миллион теңге шегеріліп, бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне қайта бағытталуда. Атап айтсақ, мәслихат аппаратына іс-сапар шығындарына 380 мың теңге, аудан әкімі аппаратына аппарат шығындарына 6 миллион 684 мың теңге, жалпыға бірде әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шараларға 772 мың теңге, аудан әкімі аппаратына барлығы 7 миллион 456 мың теңге бағытталуда. Құрылыс сәулет және қала құрылыс бөліміне аппарат шығындарына 1 миллион 600 мың теңге, Шиелі кентіндегі кәріз жүйелер насос қондырғысының жерге орналастыру мемлекеттік актісін рәсімдеуге 6 миллион 700 мың теңге, байланыс желілеріне Қызылорда Жезқазған тас жолындағы 69-130 шақырымдағы орналасқан антенна матчалық діңгек мемлекеттік актісін рәсімдеуге 1 миллион 374 мың теңге. Шиелі ауданы Жөлек ауылындағы Т. Қожабеков 99-ші мекенжайда орналасқан спорт кешенінің құрылысына 50 миллион теңге бағытталуда. Шиелі кенті шығыс аймақтардың инфрақұрылымы мен сумен жабдықтау жұмыс жобасына бірінші кезеңіне 12 миллион 15 мың теңге. Шиелі кенті Тәуелсіз көшесінің инфрақұрылым жұмысына жобасы метал құжаттарын әзірлеуге 1 миллион теңге.
құрылыс бөліміне барлығы 72 миллион 689 мың теңге бағытталуда. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөліміне 7 мың теңге қаралуда. Атап айтар болсақ, Шиелі ауданы Тұрсынбай Датқа және Байсын елді мекендерінің сыртқы электрмен қамту желілерінің құрылысына 2 мың теңге, Шиелі ауданы Бестам, Жөлек, Жиделарық, Ыбырай Жақайып, Алмалы елді мекендеріне электрмен жабдықтау желілерін реконструкциялауға 5 мың теңге. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне күндізгі стационарлық режимде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге 15 миллион теңге, мүгедектігі бар адамдар мен балаларды міндетті гигиеналық құралдармен алуға 46 миллион теңге, бірінші топ мүгедектігі қызмет жасайтын жеке көмекшілердің қызмет ақысына 50 миллион 216 мың теңге, барлығы 111 миллион 216 мың теңге бағытталуда. Мәдениет және тілдер дамыту бөліміне мәдениет үйінің мәдениет іс-шарасын өткізуге 3 миллион теңге, Шиелі ауданы Өскен өңір газетінің 60 жылдық мұрағатына электрондық нұсқада цифрландырып, архивтік база қалыптастыру және кітапхана қоры арқылы жалпы оқырмандарға қолжетімді ету жобасына 1 миллион 500 мың теңге, барлығы 4 миллион 500 мың теңге. Дене тәрбиесі, спорт және туризм бөліміне аудан құрама командаларды облыстық жарыстарға қатыстыруға 6 миллион теңге, спорт құралдарын сатып алуға 8 миллион 854 мың теңге, мемлекеттік органның күрделі шығыстарына 3 миллион 325 мың теңге, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі әлеуметтік жобаларға ақы төлеуге 2 миллион теңге. Спорт бөліміне барлығы 19 миллион 979 миллион теңге бағытталуда. Кент әкім аппаратына аппарат шығындарына 47 миллион 826 мың теңге, мемлекеттік органның күрделі шығыстарына 1 миллион 500 мың теңге, елді мекендері көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 20 миллион теңге, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасына 27 миллион теңге. Сонымен қатар ішінара өзгерістер енгізу, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімінен 637 мың теңгені автомобильдер жолдары жұмыс істеу қамтамасыз ету бағдарламасынан шегеріп, аппарат шығындарына қайта бағытталуда. Баяндама аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Дейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті депутаттар, хабарламашыға сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарға жауап алдық қой. Мынада Шиелі кенді кәрі жүйелер насос қондырғысының жерге орналасу актісін рәсімдеуге дейді 6 миллион. Ол жаңа проектированиеге ма? Жобадағы ма? Кент бойынша канализацияға 28 насос дұрыс ой, жоқ. Құжатына Проект жасап жатыр ғой, соған Чехословак ғой, мына проект жасап болған ба, жоқ, соған дайындық ба? Дұрыс, оны дұрыс екен, ол қайда жылжып тұр біресе. Жаңа да сұрақ қойып, ана өткенде өзіңіз білесіз, Ағмай елді мекені Аманат партиясына көшпелі қабылдау болған, ол сағаттан соны қос, скважина бір 10 миллионға деді ме, 13 миллионға деді ме бір. Соны бір қайта бөліп қойсақ, бір, анадан пилотный режимде удачно шығып жатса, қазір құжаттары рәсімделген жоқ, енді бір тапсырма берілді кімге? Әкіміне, Ағмай ауылдық округінің әкіміне тапсырма берілді. Құжаттарын жаңағы сметалық құжаттарын шығаруға ше? Әлі смета жасалған жоқ. Көпті сұма емес сметалық бір елдің азаматтары осы жасады ғой. Отвод жасау керек, сол, алда қой. Менде бір пікір бар еді, енді пікір десем де болады, алғыс десем де болады. Осыдан 2 жыл бұрын, осы Шиелі кенті Абай көшесіндегі 28-ші орналасқан спорт кешенінде спорттық жаттығулар жасап жатқан кезінде төбесіне су ағып жатқанын көріп, дереу аудандық осы өзімнің сауалымды ұсынған, депутаттық сауалым. Содан бергі қазіргі осы Жұмаділ Маратжанның осы айтқан соңғы сұрағыма, яғни 129 миллионды толық аударғандығы. Яғни бұл жерде осы аудан әкімдігіне және осы қаржы бөліміне осы депутаттық сауалымыздың дереу орындалғаны, қазіргі уақытта енді соңғы ақшасының аударылып, алдағы уақытта қолданысқа беретіндігі жөнінде, яғни біздің сауалдарымыз далада қалмағандығы жөнінде өзіміздің алғысымызды білдіргім келіп отыр. Бұл біз үшін және оқушылар үшін де өте керемет болайын деп отыр. Жақсы. Құрметті депутаттар,
Енді мәселе толық қаралды. Шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, рахмет Маратжан Асқарбекұлы. Құрметті депутаттар, осымен 8-ші шақырылған аудандық мәслихаттың кезектен тыс 46-шы сессиясын жабық деп жариялаймын.